Ұлттық спорт, ұлттың қуаты. Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақстан Республикасының президенті. Алтай мен Атырау, Арқа мен Алатаудың арасын алып жатқан кең байтақ киелі өлке. Қазақтың алтын бесік ата жұрты. Баһадүр батырларымыз білектің күші, найзаның ұшымен, сан жаудан, талай сұрапылдан қорғап қалған қасиетті мекен. Қайырына жеткенше ұшқан құстың қанаты талар, ұлан ғайыр дала ұландарының ізін бүгінде әлемнің кез келген аймағынан табуға болады. Талай ұлы өнердің түп тамыры да қазақтың жерінен бастау алады. Сол жәдігерлердің біреуі әрі бірегейі ұлы дала ойындары. Елбасының спорт саласына ерекше қамқорлығының арқасында талай жыл ұмыт болып қалған ұлттық спорт түрлерінің тамырына қайта қан жүгірді. Бүгінде ұлттың рухын, намысын көкке көтеретін ат спорты ойындарының барлығы мемлекеттің қамқорлығында. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың тікелей тапсырмасымен Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қоры қаржыландыруды өз қолына алды. Алаштың астанасында асау үйреткен бірінші республикалық турнир ұйымдастырылды. Кезінде ұмыт қалған бәсеке күнтізбелік жоспарға енгізілді. Қазіргі күні асау үйретуден еліміздің барлық аймағында құрыш қолды, білекті, тақымы тастай жігіттердің қатары көп. Қазақ күресі нағыз жау жүрек батырлардың бәсекесі. Бүгінде ұлтымыздың сан ғасырдан бергі тектілігін танытып үлгерген спорт түрі әлемдік деңгейге көтерілді. Қазақстан барысы, Еуразия барысы бәсекелері тұрақты түрде ұйымдастырылып, әлем барысына айналды. Бүгінде қазақ күресіне қызығатын мемлекеттердің қатары көп. Қарқынды дамыған спорт түрін мемлекет басшысының өзі ерекше қолдайды. Нағыз Абайтөс дала батырларының бәсекесінің құрметті қонағы болған елбасы алтын тай тұяқты жеңіске жеткен екі дүркін Қазақстан барысы Бейбіт Ыстыбаевқа табыстады. Біздің жігіттер, қазақтың ұлдары осындай сайыскер күшті болуға бейімделсін. Жаман ырымнан ажырап, жақсы ырымға, салауатты өмірге, күшке, денсаулығын сақтауға әр уақытта осылай болса, еліміздің тұрағы, еліміздің қорғауы күшті болады. Ұрттының жарыса, сәні көк бар, кәлір ұлттының намыса, ары көк бар. Қазақстан спортының тарихында тұңғыш рет көкпардан ашық Азия чемпионаты салтанат құрды. Алаштың астанасында құрыш қолды, сом жүрек жігіттер түркі әлеміне ортақ бәсекені баршаға паш етті. Қазақстан құрамасы Азия чемпионы атанды. Көкпар оңтүстікпен мына Шымкент, Жамбыл, Алматы облысында дамып, сосын бері қарай мына арқа жаққа келді. Соңғы мына 4-5 жылдың ішінде мына батыс өнері, Маңғыстау, Батыс облысы, Ақтөбе, Атырау сияқты жерінде көкпарды дамып жатыр. Арыстан жүректі, білекті, тегеурінді,
ел намысын туғылар асыл ердің негізі ұлттық жауынгерлік ойындары арқылы қаланған. Ұрпақ тәрбиесі үшін берері мол ұлттық ойындардың бір бастауы аударыспақ. Қаймана қазақтың тарихын тереңінен бойлап жатқан бәсекені бүгінде Азия халықтары жақсы меңгерген. Содан болар халықаралық сайыстарда 10-нан астам елдің спортшылары аударыспақтан күш сынаса. Ата дәстүрін аяла, ұлттың мерейін асырған, ынтымақ бірлікті ту еткен Қазақстан көп елге үлгі болып отыр. Біржан мықтың аты мықты. Бұның бәрі бейбітшіліктің арқасы, елбасымыздың арқасы, елбасымыздың жүргізіп жатқан бейбітшілік саясаттың арқасы. Бұл қосып жатқан сан емес, бұл айтқанда күнделікте айналысып жатқан жігіттер, 20 мыңға жақындау адамдар бар осы ұлттық спортпен айналысып жатқан. Көгінде қыран құсы қалықтаған қазақ халқы қашанда бүркітті тектіліктің белгісі деп ерекше бағалаған. Бүгінде құсбегілік өнер Азия елдері арасында Қазақстанда қарқынды дамыған. Дамудың даңғыл жолына түсуі де заңдылық. 5000 жылдық тарихы бар дәстүрлі өнер алғаш қазақтың сайын даласынан бастау алған. Ұлы дала елінен көкке көтерілген бүркітті бірлігі бекем Қазақстан әрдайым биікте самғауына бар мүмкіндік жасап келеді. Қазіргі күні ұлттық спорттың төресі саналатын саятшылыққа әлем елдер арасында қызығушылық танытатын мемлекеттердің қатары көп. Ал Қазақстан өз кезегінде тура бағыт ұстанып, атадан балаға мирас болған бай мұрамызды жан-жақты дамытуға күш салып келеді. Құсбегілік өнер алғаш қазақ жерінде қарқын алған. Бұл тек менің ғана пікірім емес. Ғалымдардың зерттеуі осыны нақты айқындап берді. Біздің сіздерден үйренеріміз өте көп. Мәселен, қазақ бүркітшілері құз басынан қыран құстың балапан алып үйретеді. Осы тәжірибе бізге қажет. Қазақстанға шақырту алғанда қатты қуандым. Сіздер бірінші болып бүркітшілер жарысын ұйымдастырып отырсыздар. Тарихи оқиға. Мұндай бәсеке ешбір елде болған емес. Жарыстың бірінші күнін көрдім. Ережесі бекітілген. Жарыса жеңімпаздарға берілетін сыйлықтарында көлемі қомақты. Бұл спорттың дамуына күш береді. Теңге ілу бәсекесі халықаралық бәсекелердің бағдарламасына енгізілді. Шашасына шаң жұқтырмайтын тұлпармен жарыс жолына шығып, шапшаң қимылдайтын шабандоздың өнері талайды таң қалдырып жүр. Елбасының тапсырмасымен құрылған Қазспорт арнасы спорттың барлық түрін кең көлемде насихаттап келеді. Бүгінде ұлттық спорт түрлеріне ерекше мән берілген. Көкпар, аударыспақ, теңге ілу, қазақ күресі, бәйге бәсекелері тұрақты түрде көрермен назарына ұсынылуда. Осының арқасында ұлттық спорттың жан-жақты дамуына жол ашылып отыр. Бұл дегеніміз бұрын ауыл арасында той-томалақта ғана жүретін, бір ауыл арасында жай ойын сияқты көрінетін дүниенің осыншама деңгейге жетуі, бұл елбасының жалпы бұқаралық спортқа ғана емес, біздің руханиятымызға, ұлттық дәстүрімізге деген айрықша қамқорлық екенін біз естен шығармауымыз керек. Қазіргі күні елімізде қолға алынған оңды істердің нәтижесінде жас өрен бойында ұлттық спортқа деген қызығушылық оянды.
Мектеп қабырғасында білім нәрімен сусындайтын жас жеткіншектер асық ату, тоғызқұмалақ сынды зияткерлік ойындарды жетік меңгерген. Осындай жетістікке жету жолында жастарға елбасының сөзі қуат берді. Біздің қасиетті жерімізді ықылым замандардан бері ұлы дала деп, ал бабаларымызды ұлы даланың ұрпақтары деп атаған. Біз солардың жалғасымыз, ұлы даланың мұрагерлеріміз. Алтын тұлпар, шабысы кіл жүйріктің. Алтын тұлпар, жарысы шын жүйріктің. Атойлаша, сағыныпсың алашым, арқыраған арғымақтар дүбірін. Аттың бабы, тұлпардың сына, сәйгүліктің сәнін білетін қазақ халқы үшін жылқыдан асқан жануар жоқ шығар сірә. Ұлтымыздың баға жетпес қазынасы жыл санап қарқынына қарқын қосып келеді. Азаттықтың ақтан атқан күннен бастап, бәйге жарыстары тұрақты түрде ұйымдастырылуда. Бұл өз кезегінде ата кәсіптің дамуына оң серпін беріп отыр. Осы сөзімізге Қазақ хандығының 550 жылдығын арналған аламан бәйгеден Алтын тұлпар республикалық турнирін атап өтуге болады. 51 шақырымдық бәйге жолы нағыз қазақтың қазанатын анықтауға жол ашты. Мықты ел боламыз десек, ең біріншіден рухани байлық керек, дене байлығы керек дегендей, осы ұлттық спорт арқылы бағана айтқанда елбасымыздан үлгі алып, оғысы гольф болсын, шаңғы болсын, көкпар болсын, бәр жағынан бізге үлгісін көрсетіп жатыр ғой. Жалпы бәр қазақтың азаматтары, бәр Қазақстанның азаматтары өзінің былай айтқанда денесіне, рухани байлығына әрекет жасап, күнде осымен айналысып, бұл енді көкпардың өзі, мысалы Мұхтархан Ділдәбеков олимпиадаға шыққан боксшы, осы көкпар арқылы шыққан. Бізге неге өзімізді ұлы дала еліміз деп атамасқа? Міне осы тарихымызбен жаңа брендті байланыстыра отырып, біз Қазақстанды жаңа Қазақстан ретінде танытуымыз керек. Жамбату бәсекесінен қазіргі күні тұрақты түрде ел чемпионаттары ұйымдастырылып келеді. Осының арқасында жас өрен бойындағы ұлттық құндылықтарымыздың оянуына жол ашылды. Сонымен қатар тұңғыш рет Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған ұлы дала ойындарында спорт сүйер қауымның назарына ұсынылды. Рухы еркін халық қана ұлы істерді атқара алады. Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақстан Республикасының президенті. Қаншалықты адам рухани бай болса, сонша денсаулығы мықты болып, экономикада өзін қосады деген ой. Мен ойлаймын, енді мына 5 миллионға жақын дейді, 10 миллион дейді, экспоға шетелдің адамдар, қонақтар келеді. Сол кезде бұл қазақ кім екен, бұның өнері қандай екен, бұның тарихы қандай деген сұрақ қойған кезде, бізде осы ұлттық ойындарымызбен қазақтың бай, рухани өткен замандағы біздің жасаған әрекеттерімізді көрсетеміз. Елбасымен бірге Қазақстан даму тарихының жаңа кезеңіне қадам басты. Әлемдік аренада өзінің көшпенділер өркениетінің, ұлы империялардың лайықты мұрагері екендігін дәлелдей бастады. Елімізді жаңа табыстар мен жетістіктер күтіп тұр. Тек ел азаматтарының әрқайсысынан бұл үрдіске атсалысу керек. Біз нұрлы болашақтың елінде өмір сүретін мәңгілік ел боламыз. Бұған сеніміміз кәміл.